Мастер! Мастер! Мен сізді тапқаныма сондай қуаныштымын. Не қылды? Не қылды деңіз? Мен сізді алыстан іздеп келатырмын. Алыстан келгесің ғой енді. Кімсің сен? Аватармын, қарасаңызшы. Неме кішкентай бала болмай ма аватар деген? Ишақ қытай бұл. Маған олай қатты айтпаңызшы. Мен сізді кәдімгі маған су стихиясын үйретеді деп келдім. Сізді осы әлемдегі ең мықты су стихиясын үйрететін ұстаз деді. Ондай бар. Маған су стихиясын үйретіңізші. Су тіршілік көзі. Иә. Су нағыз минералды қуатқа бай нәр. Суды шайнекке құйсаң, су шайнекке айналады. Иә. Тазикке құйсаң, тазикке айналады. Су сияқты бол. Болды. Философ егіз аға. Философ, пәлсапашы. Пәлсапашы егіз. Қалай үйренем енді мен? Су стихиясын үйрену үшін ең таза судың дәмін тату керек. Ең таза судың? Оның қайда екенін айтыңыз. Осы жерлерде болу керек, ше? Мына су шығар. Жоқ, бұл су емес, ей. Осы ішіне сап қойған. Көрші, баклажкасымен көр. Осы жерлер... Міне! Міне, мастер! Көр, аха. Мынау ма? Дәл ғой, дәл. Осы ғой. Дәмді су ғой. Іше берсем болады ғой? Іше бер. Қорқтым. Ей, үкініс. Қазір нағыз қуаттың не екенін сезесің. Енді үйренді ме сонда? Ол үйрендім мұны. Смело. Онда. Жаңбыр жауып кетті ғой? Сұмдық. Монтаж зор істейді екен. Монтаж мықты екен. Рахмет, мастер. Болды. Рахмет. Пенсиядан кейін бастаймын деп еді, бастапты ғой. Будильнигі бәле болған шығар. Немене бермеймін ғой, кредит деген. Кімге бересіңдер сондар? Мұшытшана будильнигінде тірлігі бар адам құсамайды. Қызым боятым көріп саған жоқ. Ой, сорлы, қызың будильник деген приложениесін өшіріп алған ба? Тұр! Будильникпен звонокты дауыс бір колонкадан шықпай ма? Осындай ғой, реалдың фанаттары. Подкаблу. Құрбетші. Зато біз қыздармен жүреміз сендер сияқты. Не дейін деп тұрсың мен? Кетші бар. Көрдің ба бір жерде? Жапса көреді, осылы барсам Равойың атасынан өтсін. Кірсендер ше! Папам құттықтап қойсаңдаршы. Туған күн ма не? Туғаныңыз бен папам. Намаз бастаған. Намаз бастағасы ба не? Ет қабыл болсын папа. Күшті, күшті. Енді Құдай қаласа ана великті әперетін болдым ғой мен. Ана умраға екі адам шығып жатыр екен великпен. Қасына үшінші болып шығасыз бұйырса. Кредит алып отырмын. Ержан, сен ана кафеңе жетсін деп. Кредит па? Иә. Берді ма? Берген жоқ та. Жалмауыздар. О, неме банкке ренжіп отырсыз? Бермейтіндей бар ғой? Неменеге? Алдыңғыларын төлеу керек та ол үшін. Төлеу керек та? Сондай ма? Білсең төлемейсің ба? Ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар, балдар? Жақсы. Ереке, сүт алып кетуге келгенім? Сүт алып кетейін деп едім. Жапырақ екен онда. Дегенсің бе? Анау тұр сүт. Мынау қоям, Ереке. Мына. Ақшасын алып қоясыз ба? Көрдің бе? Көрдің бе? Міне,
Үйде отырып алып ақша тауып отырмын. Кафе ашпай-ақ. Ештеңе істемей-ақ мен, көрдің бе? Жетпейді дағы ол кафе ашуға. Негіз бізге көп ақша керек па? 10 миллиондай керек қой, шыға ма? Битикті папаң атынан сбор ашайық та. Сіздің давлениеңіз бар емес па? Давлениеден кәм денсаулық қорған. Жалғыз басты әке деп кәм сбор ашып жіберейік. 10 миллион не ол халыққа? Дұрыс айтады, ә? Дұрыс айтады. Сбор ашып жіберейік дейді. Сбор ашайық. Атаң басы саған сбор. Дендеріңіз болмаса екеуіңнің. Жындысыңдар ма сендер? Сбор несі? Сау адамды ауыртып қоймақсыңдар ма сонда? Осы сендер сияқты алаяқтардың кесірінен шын мұқтаж адамға халық сенбей қалады ертең. Онса көп алаяқтар, Қарамайсың ба екеуіне? Осының бәрі сенің кесірің, білесің ба? Мен не кінәм бар? Менен не ақ көре бересің? Кімнен көрем? Шешелерің жоқ қой. Баяғыда содан көретін ем. Мыналардың тәрбиесі нашар деп. Любой мужик өзінің әйелінен көреді балалардың тәрбиесін. Үлкенсің сен, Ержан, үлкенсің осы үйдің. Мынау кішісі мақұл, ерке бол. Мынау ортаншысы. Қойымыш бұл адам көп. Не істейсің енді? Кафеңді ашасың ба? Ашам, Қайтып? акиматқа барамыз. Жеке кәсіпкерлерге грант береді. Соны ұтам мен. Акимат? Саған ештеңе бермейді, мен саған айтайын. Ол сенен тек алады. Нені алады? Басыңды алады. Менің басым кендірдің жұмыртқасы ма, ойыншық шығатын. Айна көлдей мөлдіреген тұнық көздер. Мына бала бірдеңеге ұрым қалмаса болғаны. Екеу? Ау, біреу. Біреу емес, папа дейсің мені. Әкеңмін мен сенің. Онда сізде балам десеңші, екеу демей. Балам, балалар. Ау, папа. Жүріңдер бар, мал базарға барайық. Сиырт сатайық. Анаған көмектесейік. Кафесін ашсын. Болды. Түсіндір. Болды. Я, шешеміз. Шешеміз ғой? Жоқ, шешеміз. Менің шешем ғой, менің. Сол кісінің машина отырғызыңыз. Атама. Атама деймін. Менің атама берсе, атам бар ма сол жерде? Сол кісіге берейін. Ата, ассалаумағалейкум. Әкеме. Әкеме беріңіз. В общем, сіздер үшеусіздер ғой, салон жалдайсыздаршы болды ғой. Мейді қатыр бол. Жақсы. Қалайсыңдар? Не болды? Не жағдай? Айта бер. Ағамнау естіп жатырмыз ғой. Не естіпайындар? Жоқ, ондай емес. Кәдімгі. Естіп жатырмыз бір. Жастар десе, өліп қалады екенсіз ғой. Өлем ғой мен. Бір-екі рет кәдім өліп қалам мен. Жастар үшін. Естіп жатырық таға. Жастар десе бір. Жаныңызды беретін азамат екенсіз. Берем, жаныңды берем. Бере аласыз ба? Берем. Кім? Қай жанымды берейін, айтшы. Қатынды берейін бе mesela? Жоқ, ондай керек. Левиім бар, соны берейін. Ондай емес. Ақшалай керек болып тұр аға. Ақшалай? Жай жамау? Мемлекеттен грант бөлінеді екен ғой, жеке кәсіпкерлерге. Соны ұтсам ба деп ем аға. Жақсы. Не істейін деп жатсыңдар? Кафе ашайыншы деген ма? Кафе. Бүкілі ашып жатыр ғой кафені. Сендер де ашасыңдар ма? Одан да мектеп, аурухана, балаларға садик ашпайсыңдар ма? Оны сіздер ашпайтын дедіңіздер? Сен менің артымды ашайын деп отырсың ба? Жоқ, аға. Білем ғой сізді. Сон ақшалай бола ма негіз? Кафе дейсің бе? 10 миллиондай керек болып тұр ғой. 10 миллион? Болады. Битеміз. Кафе ашатын болсақ, кафенің атын Шәріпбай деп қоясыңдар, міндетті түрде. Білесіңдер ғой енді ол нәрсені. Бухгалтериямен сөйлесем, жан жақтағы үлкен кісілерге анау-мынауға беретініміз бар. 2 миллион береміз сендерге. Міне, берекесін берсін. 8 миллион қақ кетіп қалды? 8 миллион енді анаған бересің, әкеме,
атама мынаған анаған кетеді ғой, өзіме тимейді ол. Сендердің әйтеуір кәсіптерің оңсың деп әйтеуір неғып отырмын ғой. 2 миллион сендердікі міне берекесін берсін. 2 миллион. 1 миллион маған бересің. Маған шапкым мен. Шапкаңыз қанша болып кетті сонда? 1 миллион болып тұр ғой енді. Не деген қымбат шапка ол? Хей, ауылдан шықпағасы ғой, түсінбейсің ғой сен. Шапка деген ол халықтың әкімге деген ілтипаты. Ықыласы да, рахметі. Чеби дейді, чеби. Сон. 1 миллион маған кетеді да енді. 1 миллион өздерің алып тұрсыңдар. Міне, құтты болсын. Ауылымызда кафе ашылады. Кафе тамаша болады. Шәріпбай кафесі дейді. Міне. Қалай, жақсы ма? Бөлдіре берейін ба? Мен айтам қазір. Бухгалтерияға. Жемқор екенсіз аға. Кәдімгі таза жемқор екенсіз. Мен ба? Мен жемді тек малдар жейма десем, сіздер де жейді екенсіздер ғой аға. Жей беріңіздер. Ей. Мынау менің жемге бөлінген ақшамды жеп қойған, қақтан біліп қойған мынау? Ой, тобай. Мына Ержанның ондайы жоқ еді. Бұған соңғы күндері не болып жүр екен өзі? Ана қара темірге байла Асқар. Қай, наң бәрі қара ғой. Ой, арғысына байла. Арғысына. Мынауған ба? Ha. Болды. Assalamualaikum. Байла. Жақсылап байла, шешіліп бітпесін. Асқар. Болды. Адам аз екен, ә? О, бұл. Үлкен базар екен да я, папая? Қақардың базары ғой. Қақар? Жақсапты. Набет сиыр, аржақ, жылқы, қоймай, бәрі бар екен. Адам жоқ екен, біраға? Жоқ қой адам. Енді келеді адамдар. Мен шөл дедім мен сәл. Кеттім мен, шөлін басып қайдам, сендер сата беріңдер. Адамдар келсе айтасыңдар ғой өздері. Болды. Бұны қаншаға сатамыз, папа? 350 деңдер, 320-дан түспейсіңдер ғой, досан. 120? Иә. Я 320. Болды. 150-ге сатшы берек та. Қанша болады бұл? Ха? Наға, ас болсын. Өлі аға, үйдегілер суғарды ұмып кеткен ба? Мына денеге бір кека пиво кетеді. Сен қазір екеуіне келе берші бар. Жарайды. Бізгеше алып сатарларға алданып қалмау керек бізгеше. Алаяқ болады олар ше. Ана жаңа бірінші келгені бар ғой. Жаман соңындақ қалған бәлеге. Бірден таныдым ғой, бетіне шығып Алып сатар, ана Қазығұрттың баласы деген Асылбек деген жігіт. Бірден таныдым. Желін андай ма? Неше рет туған деп бір қатынап атқан адам құсап. Соны таныдым ғой бірден мен. Қақ танисың сен? Ой, Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар балдар? Тәте қандай амансыз ба? Мал сатып атсыңдар ма? Ямал ше, ямал. Ямал ма? Жылына 4 рет ұтылған мал ше. Мына сиырды айтып атмын. Ой, сиырдан бұрын. Не жүрсіз тәте өзі мал базарда? Ертең анау құрбан айтқа ниет қылғанбыз. Біздің әулетті білесіңдер ғой. Қой болмайды сонда осындай бір ірі қараны сойсам ба деп ниет Піл сойсаңшы сонда, піл. Ал? Ішті. Бәрі соя алмайсыз ба? Не деп атсыңдар мұны? Өзіміз болған екен тәте. Көр, өзім дегенді айтпашы. О, жоғары жақтамыз ғой, біз болмайды. Бағасын айтшы, конкретно. Мынау, шүкір етті ғой. Түспесей ба? 150 деп айтшы берсей. Қанша? 150-ден кемі жоқ қой тәте. 150 дейсіз мұнаны? Мына менсімей түспәзі тәте. Бұл деген Милканың рекламасына түскен сиыр ғой бұл. Рекламаны да демлеп істесеңіз. Милкаң фиолетовый ғой. Енді грин болған шығар, монтаж бар ғой. Ана Димаштың клипін көрдіңіз ба? Костюмдері ауысып тұрады ғой. Ақбозат мені тұлпарым деген сияқты. Сондай ақ ауысып тұра береді ғой. Болды, бетейік онда балдар. Машинаға артындар, сол 150 мыңдарын берейін.
Жандарым, саттыңдар ма? Сатып жібердім ал. Ой, кеттім ал деген. Менің балам. Сен де менің балам. Молодец, пысықсыңдар. Бір мороженое әперем екен. Беремді атып келатсыз ғой кәдімді. Жаңалды сүттің ақшасына өзім ішесін ұстаған жоқпын ба? Қанша саттыңдар? Сіз айтқан бағадан қымбатқа сатып жібердік қой өзің. Е? Асыры сатып. Жан, 320-ға кетті да? Сен оған сәл жетпей тұр ғой. Енді 5-10 теңге жетті, 300-ға кетті да, я? 300 мыңға да сәл жетпей тұр ғой. Қателесіп қап 120 деп сатып жіберген жоқсыңдар ма? Жоқ, онда арзанға сатқан жоқпыз, папа. Мен балдарым, мен балдарым. 150-ге саттық қой. 150-ге сатып жібердік қой. Кімге десеңші? Кімге? Ана, Әшірдің баласы Нұрболат бар ғой. Соған сатып жібердік қой. Өлім ба, папа? 150-ге сатып жібердік. Өлім. Альман! Сорлы! Құлақсыз! 150-ді қаяқтан шығардың? Қаяқтан естідің? 150-ді! Ешақтан! Өңшің! Есәләң! Жүрегім асқыр! Тілім кетіп жатыр. Әлі сөйлеп жатсың ғой. Ақша. Қалайсың, Диана? Гүлгәне? Гүлкәне? Сен өзің гүл емессің ба? Тегізбеш, қашанғы сөз гүл алып келе бересің? Шүңгіл қашан алып кеп бересің? 11 жылда бір бітіретін мектепте гүл алып келе алмадың ба? Жаман жыныма тиіп тұрсың, Ержан. Сен жыныңа тию, мен отан алдында борышым деп қоясың. Құрып кетші бар, тасташы ана мұрныңды. Не қылды? Бұйырса байып кетемін мен, кафе ашайын деп жатырмын. Одан қайта бірге көтерілейік, бірге өсейік деп демеу болмайсың ба қасымда? Неғып бірден көтеріліп келмейсіңдер осы? Міндетті түрде көтерілу үшін саған қасыңа біреу демеу беру керек па? Үйдегілер қарсы саған ред флаг деп жатыр. Союздың адамдары ма? Бопты, Ержан, екеуміз соңына дейін бардық дейік. Үйдегілер қарсы болса жылайым сосын мен. Біле білсең, қызды жылатуға тек қана пияздың құқы бар. Екеуміз бірге тастап келеміз ау деймін. Алло, папам ба? Больницада? Қазір барам. Қайнатаң ауырып қапты. Жаныма. Жүр. Тез сап тастайық папамызға. Не істеп жатсыңдар? Маған салайық та, папас. Салған несі, жынды ма? Врачқа айтсаңдар шоң? Ол кісі дем алып отыр, папа, дем алады. Құрып кетші, дем алған несі? Тұрғызсаңдар шынан? Ұят қой, дем ала берсін. Медбрат. Ау, брат. Нан сал жіберші. Түс көріп отырым сені. Салшынан. Не, баяғына сабатсың. Қол ғой. Амна қолды ма? Жасылдың үстіне саласың ғой. Самая қойшы, отшы. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіз дәрігерсіз ба? Сен баласысың ба? Көрініп тұр ғой. Менікінен де көрініп тұр ғой. Ақ халат киіп ағам. Ақ халат киіп ағам бәрін мен дәрігер деп ойлаймын ба? Информатикадан сабақ беретін жарсың. Сен менімен ерегісіп тұра бересің бе, әлі жағдайын сұрайсың маған? Негізі қандай, жақсы ма диагнозы? Диагноз қойып атқан жоқ пішеге. Только направление жазып беріп жатыр қой. Диагноз қоймайсыздар ма? Жоқ, қойған диагнозым бәрі қате болып қалады. Әріптен қате кетіп. Мен ымды қатты шатастырамын негізі. Көбісі ауырып қайтып келіп жатыр. Кореяға кетіп қалып жатыр біраз адам. Негізі былай қойып көресіңші әшейін, қызық болсын. Серьезно ба? Көріңізші кән, қалай болады екен? Не дейсіз мысалы? Қарны ангина ғонан ісіп кеткен бұл. Болды. Направление алып келе бересіз да онда. Направление ма? Негізі былай жағдайы жақсы ғой, өзінен сұрайсыз сән, жатыр. Көке, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Ой, зор балам. Бірақ сақырым шығып жатыр ма? Мен түсінбей жатырмын. Ой, ол сақыр дейтін бір жетпейді, ұстап ауыратын ауру емес қой сіз деп. Мен адам алдамаймын. Мен шынымен, сақырым шығып жатыр. Арқаңда тұз бар десем, тұз алып шығасың ба сонда? Айтып жатырмын ғой, адам алдамаймын мен, інім. Шынымен. Міне, 3 тұз.
ұтып қойдыңыз көке. 3-7 болып қалды ғой менде. Мә. Демалыңыз онда сіздер. Ана мазасын ала бермеңдер, постельный режим керек. Не болды, папа? Мына екеуі ғой. Не қылды? Ой, папам өзі ғой. Не қылды? Нұрболат қой балам. Нұрболат? Иә. Не істеді ол? Мына екі аузы ашықты. Алдап кетті. Сиырды 120 мыңға сатып алған. Мына екеуі беріп жіберіппіз оны. Сорлы шарамига. Екеуі миын қосса бір миы шықпайды. Сол Нұрболаттан қап кетпейікші, асып өтейікші деп кофе ашайын деп жүрмін ғой мен, папа. Балам, уайымдама. Сенің кофе ашам деген мақсатың ол сенің ғана мақсатың емес енді. Ол бәріміздің мақсатымыз. Семьямыздың мақсаты, Ержан. Уайымдама балам. Көмектесем, әтәсін өлет. Үйт сатамыз ба онда? Үйт сатпаймыз. Үйт сатпаймыз, ол менің айгүлімнің көзі ғой, балам. Ол қара шаңырақ қой. Оны сатамаймыз. Біреуің бір макияжда істемедіңдер де, үй беретін еді сендерге. Сол кезде сатуға болатын еді оны. Олай қылмаймыз. Қақтан аламыз онда ақшаны? Так, оны былай қыламыз, бұла. А? Былай қыламыз. Отырыңдар. Екінші серияның соңы қойыңдар, бәріміз отырып әдемі қылып не қылайық, Былай қыламыз. Өзбекстанға барамыз. Өзбекстанда менің жан бауырым бар. Ол көмектесе, сол көмектеседі. Мен оны өлім аузынан арашалап қалғам. Уайымдамаңдар. Қай ақшамызға барамыз, мысалы? 120 мың бар емес па бізде? 120 мың бар ғой? Оны жаңа врачқа бердім ғой мен. Дики-дики-дики маслкар едет как танк по Кунаева.